Қазір жөтелдің өршіп тұрған уақытысы, ешқандай дәрісіз, уколсыз өте оңай 2-ақ күнде қайтарамыз. Осындай андыз шөбін аптекадан сатып алыңыздар. Үлкен ас қасықтан 1, кішкентай ас қасықтан 4 ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Ыдысымыз отқа төзімді болуы керек. Қайнап тұрған 1 бокал суымызды құямыз да, су моншасында тағы да қайнататын боламыз. Яғни 1 ыдысқа суды қайнатып, шайымызды демдеп қойған 2-ші ыдысымызды үстінен қойып, қақпағын жауып, кемінде 20-30 минут қайнатып алыңыздар. Қайнау міндетті. Осылай бұрқылдап қайнауы керек. Қайнап болғаннан кейін міндетті түрде сүзекіден өткізіп, ыстықта 2 күн 3 мезгіл ішсеңіздер, жөтел толықтай қайтады. Бізге ем болды, сіздермен бөліскім келді. Дәл осы әдісті жасап, міндетті түрде жөтелден арылыңыздар, ем болсын. Достар, менің TikTok каналымдағы арнайы YouTube каналымның батырмасын бассаңыздар, сіздерге тегін мастер-класс ұсынамын. Осы жерден видео рецепттерді қарап, қолдап қойсаңыздар болады.